жылдарда халыққа мәдени қызмет көрсетумен қатар қазақ халқының әдеби рол мұраларының бірі болып табылатын айтыс өнеріне зор үлесін қосып, мәдениет саласының майталманы, айтыс ақыны, ақпарат ақтаңгері, тілші атанды. Ағамыз жары Зибагүл анамызбен бірге 7 ұл-қыз тәрбиелеп өсірді. Қазіргі таңда бәрі де жоғары білімді, өмірде өз орындарын тапқан жандар. Үлкені Майра Қосшар елді мекенінде тұрмыста, балабақшада тәрбиеші болып жұмыс жасайды. Ал Нұрлыбек әке жолын қуып, 12 жыл клуб меңгерушісі болып қызмет жасады. Ол өте адал, жұмысына тиянақты жан еді. Тағдырдың жазғанынан ишара, қазір арамыздан кеткеніне 11 жыл. Нұргүл Жақсы Қылыш кентінде тұрмыста, тұз өндіретін цехта жұмыс жасайды. Ал Аманкүл Қаратерең ауылында тұрмыста, жоғары білімді ұстаздық қызметін атқаруда. Самалбек әкенің, ағаның жолын жалғастырып, мәдениет саласында 6 жыл қызмет атқарды. Жоғары білімді, қазіргі таңда Шөмішкөл елді мекенінде номері 66 орта мектепте көркем өнерпаздар үйірмесінің жетекшісі. Жарқынбек пен кенже баласы Әсет Қостанай қаласында мастер болып жұмыс жасайды. Балаларының бәрі жанұялы. Аманкүлден тараған жиені Тұрмаханов Қайрат Дәулетханұлы спорт шебері. Қазіргі таңда Зибагүл анамыздың жұдырықтай жүрегінің перзент деп соққан әрбір білікті ағамыздан аманаттап алып қалған. Ұрпағының өсіп өнгенін, өмірінің жалғасқанын қалайды. Ана жүрегі сонымен де құрметті екен ау. Ардақты ағайын. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Өнерлі ел өлмейді дейді халық данагерлері. Жердің нәрі су болса, елдің нәрі өнер. Өнер халықпен бірге туып, бірге жасайтын, ұрпақтан ұрпаққа берілетін асыл мұра. Арал ауданы Шөмішкөл елді мекенінің мәдениеті мен өнерінің дамуына сүбелі үлес қосқан ардақты азамат, ақын Қуаныш Мәңгібайұлы Қондыбаевқа арналған перзентті ел Қуаныш ең Аралдың атты еске алу кешіне қош келдіңіздер. Бүгінгі кешті ашып беру үшін сөз ішкі саясат бөлімінің басшысы Махмұт Маратұлына беріледі. Құрметті қонақтар, бүгін аудан әкімі еңбек демалысында аудан әкім орынбасарлары іс-сапарда болғаннан бүгінгі кешті ашу маған беріп отыр екен. Қай халық болмасын, өз елінің атын шығарған тұлғалармен мақтанады. Ауданымызға белгілі мәдениет майталманы, айтыскер ақын, ақпарат ақтаңгері, тілші Қондыбаев Қуаныш Мәңгібайұлының есімі елестеріне жақсы таныс. Себебі ағамыз ауданымыздың мәдениет саласының өркендеуіне үлкен серпіліс әкелді. Еңбек жолын туған ауылы
Шөмішкөл елді мекенде кітапханашылықпен бастап, клуб меңгерушісіне дейін қызметтерді абыроймен атқарды. Қуаныш Меңдібайұлы бұл қызметімен қоса поэзия, жанашырлардың ішіндегі ең қиыны, күрделісі біздің қымбатымызбен жаралап, рухымызбен таралған дәстүрлі айтыс өнердің дамуына өздік үлесін қосты. Сонымен қоса, ауданымыздың төл басылымы, Толқын газетінің қоғамдық тілшісі қызметін қоса атқарып, түрлі тақырыптардағы мақалалар мен өз өлеңдерін газет беттеріне жиі жариялап отырды. Қуаныш Қондыбаев елеулі еңбегінің арқасында түрлі деңгейдегі ақындар айтысын бірнеше мәрте жеңімпаз атанды. Саналы ғұмырында аяулы жары Зибагүл анамызбен бірге 7 ұл қызды тәрбиелеп өсірді. Ел игілігін еселеу жолында өлшеусіз еңбек сіңіріп ағамыздың тұрған тараған ұрпақтары кейін осы жолды жалғастырып келеді. Әке жолын қуған баласы Нұрлыбек бірнеше жыл Қошар ауылдық клубының меңгерушілік қызметін атқарса, Самалбек баласы да мәдениет саласында қызмет еткен. Ал өзге балалар қоғамның түрлі саласында абыройлы еңбек етуде. Қадірлі ағайын, ел мүддесі үшін аянбай қызмет атқарған мәдениет майталмандарын еске алып, рухтарына құран бағыштап, есімдерін ұлықтаудың маңызы зор. Біз осылай абзал ағаларымыздың өнегеге толы өнер жолын кейінгі ұрпаққа ұлағат етеміз. Көрнекті тұлғалардың өшірмес сары жолын жалғастыруда өнегелі ұрпақтар көп болғай. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Алладан кейінгі шеберім, жанығы жан жүрегім, самсаған күш қуат демедің, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға ызғарға, алымым асқар тауым, жанеке қасында сіз барда, арайлы әр таңым. Әрқашанда биік көретін мен басадан, менің әкем, ең жақсы адам. Менің әкем, ең жақсы адам. Қасиет киеңнің шыңына арнадым алғыс тағзым, ешмектеп жете алмас қонына ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлыда әр әке, елде жоқ бақ қонғаным, жетеді мен үшін жан әке, сіздей ақ болғаным.
өйткені ағамыздың есімі құрметті терең мағыналы асыл сөзі. Өнері өз жалғасын тауып үзілмей сақталуына тілектес ұл-қызы үзеңгілес жұмыс жасаған әріптестері мен туыстары кешке келіп қатысып отыр. Өнер құдіретін түсінген халқының қадіріне бөленген талант иесінің аруағы алдында бас иеміз. Сахнаға Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қазақстан Республикасының құрмет орденінің иегері, Арал ауданының құрметті азаматы, күйші, композитор, ақын жырау Мұрат Сыдықовты шақырамыз. Ассалаумағалейкум, абзал халқым, алтын халқым, батырлықтың, бірліктің, ерліктің, шегерліктің, шыландықтың үлгісін көрсетіп отқан Арал халқындай халық жоқ, сондықтан сіздерге әруақта бас иемін. Ал енді мына бүгінгі болып отқан іс-шара бұл бір рухани іс-шара, адамға рухани тәрбие беретін. Енді мана қуаныш қызмет істеген кезде мен мәдениетінің директоры болдым. Анау Жақсыбай менің мәдениет бөлімінің заңы болды, орынбасары. Қуанышты сол кезде біз мақтан сұрақ едік. Ауылдағы өнер мен мәдениетті өркендетіп келе жатқан бір майталманымыз болады деп. Ерте кетті, дегенмен артында ұрпағы бар ғой. Сол кетерінде орнына Нұрлыбек деген баласын қойдым. Кімді қоямыз басқа? Өзім тұрғардың орнында тайы келе жатыр мінекей деп сол баланы қойдық. Ол балада жатқан жер жайы болсын. Енді көп несін айта берейін, бағана несін айтты ғой, өмір тарихын айтты, міне әдемі дайындалған екен, бәрін көрсетті. Рахмет, осы дайындалған жылдарға. Келін Сибагүл ма асы? Мұшқалым. Ана базардың атын мұшқалым кейін. Басын толған ой ғой десе тұрды. Көшеде жатқанда, қаяқта жатқан білмеймін. Аралда қалып қойып болған адамның. Араланан дәурені бастан өткенде, перзент жүрек сағыныш жағын төккенде, небір тұлпар ағындан айырылып, тәуба қалай жеттім 80-ге деп. Сөйтіп ойыма түсіп 80-ге келгенде бір күйші қалғанмын. Арман Аралды, осы азаматтардың анасы. Кешегі бекзақта сұрағанда мына қуанышта бәрі езі кетті. Мен осыларды артында кім бар дегенде арқа түсіп, артында рухани көшімізді басқарып жатқан үйлерім бар деп мақтанатын едім. Қалай олай? Сол ағаларымызда кетті, көшетіне көшті. Құдайға шүкір, Торбай, Жұмабай бастаған інілерім бар. Құдай осыдан өсіп өркіндей берейік. Айналайын кім Сибагүл? Құранда жазылған, мен артында 5 адамды жақсы көреді деген 5 үлгі. Соның ішінде біреуі артындағы ұрпағы алып, сұрамай отыратын, сөйтіп қалған ағайын туғанға жұртқа үлгі беріп отыратын, сондай ұрпағы бар әулет жақсы көрінді. Құдайға шүкір, ұрпақтарым бар, Сибагүл. Жаңа кішкентай, мен өзім сезімтал адаммын. Бірден екі бала отыр екен, бірден келіп жаңағы құттау, екеуі жаңағы десекті баласы. Сұрасам, сен немерең, соған Алла мені есімді жаңалардың бетіне сүйіп, атам деген басым болады. Өсіп өркендей беріңдер, Сибагүл айналайын. Мына орындар оңалады деген, Құдайға шүкір, жақсы ғой. Бір қызым ақын екен. Мен атын білмеймін, көп қалды ғой. Қазір мені сұрға қойып, қабыласында қойып қап. Жаңағы шақыру беретін сыртында бір көбет өлең жүр екен. Бір қызым ақын екен, кім? Қуаныштың қызы ғой. Не? Сенің адам... Аманкүл? Аманкүл айналған. Аман бол. Аман бол. Қыз бала күліп жүрсе,
қыз баланың не істен болса, үйде де, қоғамда да, қай жерде де, онда біз ел мәңгі болады. Сондықтан осындай қызы бар, осындай артында ұлы бар, ұрпағы бар, сыйлығын сен бақыттысың. Халқыңменен бәрі келіп отыр. Мына ақындарым толбай бастап бәрі келіп отыр. Мына әкім ауылында әкімдерім келіп отыр. Бұрынғы директорлерім келіп отыр. Мен келдім, иә. Мына Базархан келіп отыр. Мына Жақсыбай, мына Аманғос, мен қамбасы көрмеккен шәкіртім болды келіп отыр. Осының бәрі сол саған тілектес, сен текті әулет екеніңді білдіретін шығар. Оң болсын, қуаныштың жатқан жері, нұрлықтың жатқан жері жайлы болсын, жандары жәннатта ғой, ешкімге зияны жоқ. Ақын адам, тілші адам, мәдениетті, әдебиетті, өнерді білетін адам, ол енді жақсы жерде жатқан шығар. Алла әумин еліміз қабыл етсін. Артындағы ұрпақтарын өсіп өркендей берсін. Мына келіп отқан ағайындар, тілектерің осы қуаныштың әулетіне нұр болып келсін. Бәрімізде аман болайық. Ел халық, қазақ халқы, арал халқы, бәрі жерден қауіп қатерден аман бол. Өз байлығымызды өзімізде, өз тілімізді, өз дінімізді өзімізде, өз жерімізді өзімізде. Бірік бар жерде тірлік бар, тірлік бар жерде елдік бар. Осыны ұққан қазақтың қайсысында кемдік бар. Bir olay. Кешқұрым қоюланып қан қалаштан, игілік ектеген жарамдашқан, қонжардың төбесінен қарасаңыз, бір ауыл көл бетінде орналасқан. Тынысын тіршіліктің тыңдап бабам, күл шыққан тарихынан тіл қатпаған, әлдей әнін айтады қайық тербеп, екі көл бір ауылды құндақтаған. Бақытын бейнетімен бүтіндеген, қос көлдің түбегінде түтіндеген, шөміш көл қазан көлге қайық салған 100 үйден қанағаттың құтын көрем деп, ақын Оңталап Нұрмаханов ағамыз жырлағандай, осы шөміш көлге келіп, жездесінің барында қазан көлге қайық салып, сол құтты өз көзімен көріп, талай куә болған балалардың нағашы ағасы, ақын Оңталап Базаралы, және ақынның достары, ақын Толыбай Абылаев, Жұмабай Жақыпов ағаларымызды сіздердің қошеметтеріңізбен сахна төріне шақырамыз. Жақсы басқосудың куәсі болып отырмыз. Бұл біздің қуаныш бауырымызға арнап отырған, бізге арнап отырған кеш. Енді бұл ретте айта кету керек, қызымыз осы кешті атқаруда Аманкүлдің еңбегі ерекше. Осы ағалардың бәріміз болғанда ағайын туысқа, жүрол тасқа тым таппай звондап, хабарласып, осындай бір іс-шара өткізетінін айтып, соған қолдау, көмек көрсету рухани жағынан біраз жұмыс атқарды. Соның нәтижесі шығармау бүгін сол бас қауыштырып отырмыз, қуанышты еске алып отырмыз. Оның істеген қызметін, жүрген жолдарын, еліне атқарған еңбегін ойға алып отырмыз. Қазір қуаныш біздің ортамызда отырғандай. Сол бәрінің қуаныштың артындағы отбасы, балалары, сіздерге рахмет. Қуанышты біздің ортамызға әкеліп отырғандарыңызға. Енді қуаныш жайлы жаңағы айтылды. Ініміз болды. Біз енді мәдениет саласында болған жақта бірақ бір нәрседе қызмет атқардық. Бірге жүрдік. Талай елдің, ауылдың жаңалықтарына келетін, мәдениет жайлы жазатын. Кейде редакция тапсырма береміз. Жақсы мақала жазылды, ойландыратын мақала жазылды. Сонда да ол өзінің белсенділігін танытатын. Ақын ретінде көрінді. Өлеңдері біздің аятымызда қалайша жарық көріп жатты. Соның бәріне біз қолдау көрсетіп, мақтан тұтатын біз. Онда сол беусақ сияқты сол қатарлардың, сол қатарда жүріп көздемейден көрініп келе жатыр. Албания ортамызда ерте кетті. Кейде осы
Oğlum olsa Toluğa екі болыс, екі айтысында ғой. Қаяқта жүр, бір қатса соны айтамыз. О деген демек, сияқтарға деп. Сондай бір неше түрлі жанрда түрлендіретінбіз. Соны Тoluğa екі болса қатсасы. Сол мақалдары сол көп айтылып жүрді, көптен көп ойнап жүрді сол мақалдар. Осындай шығармашыл өнерлі жан. Алла енді алдынан жарылқасын. Көрмеген қызығын, жасын, кейінгі ұрпақтарына берсін. Рухы сіздерді жебеп жүрсін. Аманкүл қызыма көп-көп рахмет етсін. Алла талаптарың оң болсын, сыртқы шараларыңды Алла қабыл етсін. Құрметті жиналған қауым, мынау осындай Абай атамыздың айтатын сөз бар ғой, ұлы сөзі. Өлді деуге бола ма айтыңдаршы, өлмейтін артында сөз қалдырған деген сөз бар ғой. Сол айтылғандай, осы рухын желеп жүрген, жарыққа шығарып жүрген мына Зибаның замандасымызға, құрдасымызға, оның ұрпағына, әсіресе Аманкүл қызымызға рахмет айтамын. Және осы жұмысты ұйымдастыруға атсалысып, мұрындық болып жүрген мәдениет үйінің ұжымына, оған қолдау білдіріп, ықыластанып Арал ауданының әкімдігіне рахмет айтамыз. Жалпы Қуаныш екеуміз құрдаспыз. Биыл тірі болғанда ол да 70 жасқа келетін еді. Біз алғаш рет 7-ші класс оқып жүргенде таныстық. Ол уақытта мынау Қарақұм деген жерден Қазидана бай жазып тұратын, мынау Шижағадан Сағына Ежеген, Қаратереңнен Бегімбай Зақпай, сосын Нарымбетов деген бар ағымыз, Көкаралдан Құлман, Айдос, Бөгеннен Қуаныш Шембай, тағы бар, баяу біраз жігіттер осы қалада Жаңабай Кемал, Еркін Әбілов, Жетесі Өтебай, біраз жігіттер жазатын осы. Газетте жазамыз, ауылдық газетте. Бір жарысқа түскен сияқты болады сол заманда. Содан бұл уақытта Барашилов көшесі, осы күнгі көшеге Қарасаған Ерімбет көшесі, Барашилов көшесі 60-шы үйде сол жерде кездесеміз. 5-ші мамырда баспасөз күні соған байланысты грамота береді. Оны бізге бір ілелерді бергендей көреміз жаңағы. Ойпырмайды, соны не деген құдірет енді. Сөйтіп жүретін біз сол уақытта таныстық. Қуаныш жалпы қарапайым адам, көп сөйлемей, жұрт құсат былай жан-жағына шығып, ондай көп несі жоқ онда. Өзіне сол тобаға тұйықтау, рет жерінде сөйлейді, рет жерінде күледі, рет жерінде жүреді дегендей. Біз 90-шы жылдар ма осы, жаңа Жекең айтқандай ойланғандай, осы бір оңтайландыру кезеңі, қиын кезеңі халық бір жабырқап сөйтіп жүрген кезде дым болса халықтың көңілін көтерейік деп, бір сенсациялық материал жазайық деп ойластық та, біреуміз о дүниеден қат, біреуміз бұл дүниеден қат деп хат жазып, ол үлкен бір сол бір сілкініс тудырды газетте. Соған бір осыған ұйымдастыруға осы материалды Қуаныш белсене кірісті, бірақ амал жоқ, өмір қысқа болды, ендігі жерде қалған жасын мына балаларына берсін, ұрпағына. Солар көрсін қалған жасын. Көкем рухы өлген жоқ, бізбен бірге тірі деп есептейміз. Оң болсын талаптарыңыз, аман болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Мына бүгінгі Қуаныш ағамыздың кешіне қош келдіңіздер, тілекші болып келдіңіздер, рухын сыйлап келдіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Енді осы кертегі басталғалы барлық өмір баяны, жүрген жолдары, кешегі демі біткенге дейіндердің бәрі айтылды. Біз осымен 70-ші жылы мектепке Шөмішкөлге оқуға бардым, 1-ші класста. Сол кезде Қуаныш ағамыз енді 20-ның үстіндегі жігіт қой енді. Толқын дейтін газет барып тұрады. Оның беделі дегендіктен бөлек ол газеттің. Оның ішіне атың жазып тұрса, енді бір Құдайдан кем емессің. Сондай заман еді ғой. Сонда біз сол ағамызды бір құдірет көретінбіз. Толқынның бетінен жаңағы атын, фамилиясын көргеніміз үшін.
сөйтіп бізде толқынға ғашық бола бастадық. Біз қашан толқынға шығады екенбіз деген арман, балалық арман болды. Кейін енді Алла қалап оғанда жеттік қой енді. Оның бер жағында міне Қуаныш ағамыз ауылдағы бір жеке қырлары бар. Ауылдың айтқыштарының ішіндегі мықтысы. Мына Шөмішқұл Қызылжан Қуаныш ағамыздың бір ауыз айтқан сөздерінің бәрін осы күнге дейін әлі айтып жүреді. Жүректеріне кеткен жоқ. Ол кетпейді. Қуаныш ағамыз бірінші жаңағы тілші, одан кейін ақындыққа ұласты, ақындықтан кейін барып, қолына домбыра алып, кәдімгі пісіп, жетілген уақытысында өзі жүрегіне түгелін ұялатқан уақыты жаңағы рухани байлықта. Сол кезде домбыра алып сахнаға шықты. Сондай қырлары болды. Енді Алла тағаланың берген демі 49 жас болды. Бірақ оған дейін барлық өзінің бойындағы мұраларын берді. Әлде де беретін, бірақ енді талай адам бермей кетті ғой, соның бірі болып, ол кісі де соны аттанып кетті. Сонымен енді айтайын дегенім, ол кісі жаңағы ағалығы сол кезде, одан кейін ол кісінің бір жүрегінің түгі бар адам екенін айтайын бір. Бір күні жаңағы менің апам Зибагүлді алып қашты. Ол менің апамды алып қашу, мен ұсаған Дәуқазақтың апасын алып қашу. Екінің бірінің қолынан келмейді. Сөйтіп үлкен батыр атанды Қуанышы. Сөйтіп жездеге айналды маған. Оның жезделігі үлкен мықты болды. Рухани байланыста болғаннан кейін, оның азаматтық тұлғасы биік болғаннан кейін, қайтадан жездеден ағаға айналды. Қуаныш ағамыз. Міне сондай, енді көп сөйлеп созбай-ақ қояйын, енді мына қазір осы арада Аралдың аузына айналған Мұрат ағамыз отыр. Жұмабай ағамыз келіп отыр. Өзінің кәдімгі құрдасы Толыбай Абылаев ағамыз бар. Және осы арада жары отыр, ұл қыздары отыр, немерешілері отыр осы арада мінекей. Соның бәрін енді Қуаныштың рухы осы залда кім біледі? Бір жерде қарап тұрма, соның бәріне риза болып, тілсіз, үнсіз бір әдемі жымиып тұру да мүмкін. Рухың шат болсын. Қуаныш аға жерде. Қуаныш Қондыбаевтың сөзіне жазылған «Перзент бейіл» әні бүгін бірінші рет орындалғалы тұр. Алдарыңызда әуесқой сазгер, ұлағатты ұстаз, әнші Октябрь Рызвановты қарсы алыңыздар. Теңізім оралады, айнымас ақынның жорамалы, ақ толқынмен аралас керіледі, ағараттап ақ желкен орамалы. Тулағанда ақ толтас сазандарым, тойғанымша қайнайды қазандарым. Маржаны қалқымның несібесі, шаттанғанда шалқытып жазар әні. Су маржаны қалқымның несібесі, шаттанғанда шалқытып жазар әні. Білемішер ауысы күйген елім, туған теңіз мен едім күйгелерім. Сен арнадан асқанда аласұрым, жетесіз-ақ өзімді игеремін. Мерейімді мен солай өсіремін, қара бұлтты басымнан көшіремін. Арал үшін айыпты азаматтар, бәрінде де сол күні кешіремін. Арал үшін айыпты азаматтар, бәрінде де сол күні кешіремін.
Ақындық өнері бір жылдық жеміс емес, ол ғасырға жалғайтын ұлтымыздың құнды мұраларының бірі. Ақын өткенді еске ала отырып, болашақты болжайтын, сауатты, жаны нәзік, талғамы биік, көрген нәрседен тез әсер алғышан. Ақындық өнерді жанына серік етіп, поэзияны сүйіп оқитын, өз ойын өлеңдерімен өрнектеп жүрген жас таланттар да аз емес. Осы орайда ақынның жыр шумақтарынан топтама, сахнада Қондыбаевтар әулетінен тараған ақынның немерелері Мөлдір, Айнара, Мерейлім, қошеметтеріңіз. Кеудеме ақ қонды өлеңдеген, мен сені іштей күтіп елеңдегем. Қырыққа қағыс кетпей қалай таптың, жан едің бүйіғылау еленбеген. Ал енді алып ұшы ие берме, жасыққа өз басыңды ие көрме. Тым асқақ кетіп кейде жан серігім, жасқа өз басыңды ие көрме. Тапсырдым тағдырымды бастамен, осына жақын еткен жастамен. Жүрек барда кеудеде желпінейін, қызушылық қырықта қозды менен. Тәуекел қанатына жармасайын, ақ уыз үмітпенен алғасайын. Қасиетті қазақы сенім менен, мен өзіңме мәңгілік жалғасайын. Нұртуған бабам көтерші кәне басыңды, көреген халқың ардақтай білген асылды. Апырай осы ұяттымыз деп сошалдан өтетін қалды биылғы жазда асыңды. Кінәлау қиын әрине қазір халықты, сіз көрген жоқсыз ғаламатынау нарықты. Қолында барын қонаққа берген ұрпағын, жасырып несін шай суға бүгін тарықты. Дүбірді естіп қалайша төзіп шыдайын, бір аунап жатса шайыры менің шырайым. Әсерімен бүгін терідей сізді сезініп, дегенім еді сүйінші шалдан сұрайын. Ақындар қайда өлеңнен маржан теріңдер, сіңген жаңдар түңілтпей бізді серімдер. Бабамнан маған сүйінші егер кеп жатса, түгелдей бөлем имандай маған сеніңдер. Әңгіменің құлағын бұрап қойды, досым маған тосынан сұрақ қойды. 20 жылдай клубты басқарасың, осы сендер не істеп ақшаласың. Айтар ойым лезде пайымдадым, жауабымды мен дереу дайындадым. Жүрегімнен алаусыр ақтарылды, жанарымды минудан айырмадым. Жабырқасаң көңіліңді шалқытамын, айдында шаттықты балқытамын. Қайғыңды да әпсетте ұмыттырып, әуеніммен балшырын балқытамын. Кәсіпсін білуге асықпаған, жүректен баураймын деп ғашықтардың. Ем болу мұндайда қиын маған, шабытқа паттасаймын ашып бәрін. Ән тыңдауға халқымда асық етем, тұнжыр күзді өзіме ғашық етем. Қамалаған қаншама мұң мен жерді, кеуделерден лезде ғашық етем. Мен осылай өмірге нәр беремін, дым кәстерге жаңалеп әл беремін. Не десеңде кәсібім құдіретті, сарала да өзіңе ал керегін. Райым ауылдық округының әкімі Рүстем Қарауымбетов және ағамыздың інісі Сапарғали Нетілдаев ағаларымызға сөз беріледі. Өкендеріңізге ассалаумағалейкум. Енді бүгін Қуаныш ағамыздың осындай еске алу кеші үлкен жақсы дәрежеде өтіп жатыр деп осы залда үлкен бір мақтаныш сезіммен отырмыз. Елдің атын ер шығарады, елдің атын ел шығарады деп бағадан бері сөйлеген азаматтардың аузынан Шөмішкөлдің аты шыққан сайын қанымыз сондай тулап қуанып отырмыз. Міне Қуаныш ағамызбен бірге қызметтесте болдық. Ол кісі сол мәдениет саласында клубтас еді. Мен сол кезде мектепте директор болдым. Маған кабинетіме кіріп жатқан кезде орнынан ұшып тұрып сәлем беретін еді. Осы Сапарғали сен менге атқанда ұшып тұрып сәлем бересің неге деп. Ой сен жеңсің ғой дейді. Сонда сол кісінің бір мысы басып, сол кісінің бір елдің алдында, халықтың алдында сондай беделі абыройы болатын тұғын. Жұмыс барысында өте бір сондай пісенді қағаздарына, жұмыстарына келген комиссиясының бәрін әйтеуір сол қағазын тауып беріп тынышталатын. Енді мына толықтатырмыз дегенменен Зибагүл апа бүгінгі
бүгінгі өзіңіздің жанұяңызбенен, балдарыңызбен, немереңізбен қуаншағы көрмеген қызықты көріп осындай дәрежеде отырсыз. Осы жерге шейін талай қиыншылықтарды көрген шығарсыз. Дегенмен бүгін марқайып отырыңыз. Бүгін жыламаңыз, бүгін күліп отырыңыз. Енді мына елдің атын шығарып атқасын мынандай азаматтарына, балдарына үлкен рахметімді айтамын. Мынандай нарықтың кезінде осындай шара өткізу оңай емес, өздеріңіз білесіздер ғой. Дегенмен де осындай бүгінгі еске алу кеші бір жағынан Көкеңнің 70 жасқа толған кеші, тойы. Бәрі осы құтты болсын. Көкеңнің аруағы желеп жүріп жата көрсін. Мынау ақын болма, азамат болу міндетің деген Некрасовтың бір сөзі бар. Міне біздің осындай шөмішкөлден шыққан азаматтарға Көкеңнің өзінің бір қанаттандырып отыратын, шабыттандырып отыратын сондай толқын газетінде көп мақалалар шықты. Соның бірі мен де осы әйтеуір 3 мектепке басшы болып кеше зейнеткерлікке шықтым. Міне жаны жайсаң Көке аға, өзің болмасаң да жақсы жұмыстарың жалғаса берсін. Мәдениет саласының майдангері Көке аға дегім келеді. Рахмет. Саламатсыздар ма, қадірменді кеш қонақтары, мәдениет қайраткерлері, Қуаныш ағамыздың рухын құрметтеп осы залға келіп отқан барлық ағайын туыстар, сіздерге көп рахметімді айтамын. Жаңа айтылып жатыр ғой, Ақтангер ағаларымыз барлығы Көкеңнің қандай азамат болғанын, қандай жолда жүргенін, жаңағы немерелерінің оқыған сөздерінің өзінен Көкеңнің кім болғанын, сөзінің өткірлігін, сондай бір керемет сөздерді ұғып қалуға болады. Көкең сол елдің айнасы болды, халықтың көз құлағы болды, аузы болды, халықтың ойындағы пікірін, халықтың аузындағы сөзін сол газет беттеріне жариялап, мынау билікке жеткізіп отты. Сол бір үлкен елдегі бір мақтанышымыз болды сол кездегі. Көкеңнің еңбектері көп, айта берсең, халық арасында да зор еңбектері бар. Мәдениет саласында да, ақындық өнерде де менің өзім көзім көргенім, анау Сәбит Омаров ағамыз, ол да елдің мақтанышы, елдің қуанышы. Сол кісілердің жәмен ағаларым бар, үзеңгілес. Сол арада жатып, айтысып жатқан кезінде біз баламыз қызықтап қарап отыратынбыз, терім айтады, ән айтады. Сол кездерде жаңағы заманына қарай адамы деп жатады ғой. Сол кездің заманның адамдары, төкеңдер айтып жатыр ғой, бір бет қағазға бола, соншама жұмыс жасайтынбыз деп. Сондай-ақ ол кездің адамдарының бір өнерге деген құлшынысы жоғары болды. Соның бірі Ақтангер ағамыз Көкеңді елеп, ескеріп, елдің алдына шығарып, оның ішінде елде жасасақ та болады, осы ауданда өтсін деп өткізіп жатқан аудан әкімдігіне, Арал аудандық мәдениет үйі қызметкерлеріне алғысым шексіз. Осы шараны ұйымдастырған жаңағы Аманкүл қарындасымызға көп рахмет. Мінекей осы шараға мен өзім қуанып отырмын. Ел халықтың алдынан барлықтарыңызға алғыс айтамын. Ағамыздың алды жарық болсын, арты пеш болсын, алды кеніш болсын, арты пеш болсын, алды пеш болсын, арты кеніш болсын, иманды болсын. Адам айтады ғой, ұрпағымен мың жасайды деп. Ағамыз енді ұрпағымен мың жасайды. Ізіндегі немерелерінің ақындығын айтып жатыр, балдарының ақындығын айтып жатыр. Сондай бір керемет із қалдырды. Жаңағы бүгінгі бір кештің негізгі бір менің жаңағы естуімше, сол ағамыздың халыққа айтқан сөзі бір үлкен үлгілі насихат өлеңдерінің барлығы жинақталып, бүгін бір көрерменге, оқырман қауымға жол тартқалы отыр екен. Сол мынау әкенің ізгі арманы деген бір алғашқы кітабын жинақтап, ұрпақтары халыққа соны таратқалы отыр екен. Мынау ақ жол болсын, тұсаукесері құтты болсын. Мінекей енді бәрін айттық. Сол Көкең ағамызды үкілеп, сол топқа қосқан, халықтың алдына шығарған, ер тоқымын жинаған, осы залда Зибагүл апамыз отыр. Зибагүл апа, енді балдарға сол кезде ағамыз жастай кетті ғой, дегенменен сол балдарға ана орнына ана болды, әке орнына әке болды. Сондай бір үлкен жауапкершілікте қалды. Қазір енді жаман емес, ұлы ұяда, қызық ұяда
Сол Зибагүл апамызды құрметтеп, мынау залға қарай бір шамалы сый-сияпатымыз бар еді. Оларға келсеңіз. Ескендір Қазанғалиев, Асыл Арман әнімен орындайтын Сабыржан Көлбаев. Арманым ақ сәулелі күнім бісің, әлде бір алаулаған гүлім бісің, әлде бір желпіп өткен самал менің. Арманым айтарым көп саған менің. Асыл арман, асыл арман, көгімде шалқып ұшқан қосым менің. Асыл арман, аспанында жарқылдаған қосым менің. Мен сенің құдіретіңе, мен сенің құдіретіңе түсінбедім. Арманым құздан құлар бұлақпысың, әлде бір күлімдеген шырақпысың, әлде бір албыраған ай мекенсің. Арманым айтшы маған қайда екенсің. Асыл арман, асыл арман, көгімде шалқып ұшқан қосым менің. Асыл арман, аспанында жарқылдаған қосым менің. Мен сенің құдіретіңе, мен сенің құдіретіңе түсінбедім. Арманым жүрегімнің жырым еді, жасару жанарының нұрым едің. Әлде бір сазым едің домбырамның, қиялды асқар шыңға қондыратын. Асыл арман, асыл арман, көгімде шалқып ұшқан қосым менің. Асыл арман, аспанында жарқылдаған қосым менің. Мен сенің құдіретіңе, түсінбедім.
senin kudretine, men senin kudretine түсінбедім. Құрметті жиылған қауым, ақын Қуаныш Мәндібайұлы Қондыбаевтың «Әкемнің ізгі арман» атты жыр жинақтары кітабының тұсаукесер рәсімін бастаймыз. Сахна төріне ағамыздың жары Зибагүл апамызды, Мұрат Сыдықов ағамызды, Махмуд Маратпын, Толыбай Абылай, Жұмабай Жақыпов ағаларымызды құрмет қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Ruhuna azgına aynansın. Осы күнде Қуаныш Қондыбаевтың кезінде басшы болған. Кел, Жақсыбай. Мәріша деген Зейлашкөл атындағы мәдениет үйінің директоры бар. Ол Зейлашкөл тұрғанда есім алынады. Кел, Мәріша. Сый-сияпаттарыңыз құтты болсын. Қуаныш Қондыбаев, 90 бозақ, орындайтын Самалбек Қондыбаев. Дегенде ел шертіп тапталыпты, отан сөзі жүректе жатталыпты. Апазған тай шөмішкөл ауылынан 100 жас жігіт соғысқа атталыпты. Осылардан мұнаман оралыпты, өміріне өшпестей сұралыпты. Біреуінің қолы жоқ, бірі ақсақ, денсаулығы түгелдей тоналыпты. Туған елді 90-ы көр алмады, жауқасын жастықтың тер алмады. Толықсыған жол күтіп 90 ару, 90 шырақ сен сөндіге сен алмапты. Сұрқия соғысың неткен кесір, 90 боздақ соңында 90 жесір. 90 жесір тумаған 90 ұрпақ, бір ауыл ғой білгенге қайран есіл. Ақ сенімді арулар үгіттеген, жауға деген жүрегін жібітпеген. Бірін саран болмаса көзі тірі, көпшілігі көз жұмдау үмітпенен. Ескерусіз ерліктер шайқалама, көңіл көтер жүректер шайқалама. Аш тұрса да халқымыз тоғаяды, сұм соғысты отаңыр қайталамай. Сұм соғысты отаңыр қайталамай.
Қуаныш Қондыбаевтың әні «Қарындасым қарлығашым». Сахнада әнші Дәулеткерей Қуантқан. Ол мен қыздың бірі әкесі мен анасы. Қуаныш ағамыздың жанжары Зибагүл анамыз осы әулеттің бесік болмысын тербетіп, өмір биігін өрлетіп, ол мен қыз өсіріп, еліне бір адамдай жұмыс жасады. Зибагүл анамыз әке жоқтығын сездірмеді. Ол мен қыздар әке аманатына адал болды. Көргені көп кісінің салып кеткен сары жолынан кейінгі ұрпақтары жалғастырды. Сөз кезегі ақынның жұбайы Зибагүл апамыз бен қызы Амангүлге, ардагер ұстаз Аналияева Гүлнар апамызға беріледі. Қадірменді мәдениет сала ардагерлері, жас буын жеткіншектер, қызметкерлер, жеткіншек қызметкерлер, бәріңе осындай жинап келіп отқан, бәріңе алғысымды айтамын. Қуаныш бұл салада жұмыс істеп жүргенде ақ көңіл, бір сөзді өздерің білесіңдер, сондай азамат еді. Мәдениет шараның басқасында жүретін отбасына адам жар болды. Одан бері 21 жылдың жұмағы болыпты. Өлгеннен артынан өлмек жоқ деп, әйтеуір тіршілік көріп келатырмыз, аманшылық, бәрін қызығында, шыжығында көріп келатырмыз. Аманшылық болсын, бәрін. Мына мәдениет бөлімі әкенің еске алу кешін жасайық. Көргенде бар, көрмегенде де бар, көрмегенде де бар. Істеп атқан рахмет айтамын. Мәдениет бөліміне, мәдениет үйінің қызметкерлеріне, ұжымдарына ана тілегімді айтамын.
Оның берін жағында бір айта кететін жағдайым. Осы салада жұмыс істеп жүргенде Нұрлыбегім жұмысқа тұрды. Мұрат аға директор болып тұрғанда 11 жыл жұмыс істеп. 11 жылда азды көпті мәдениетке үлес қосты деп ойлаймын. Оған Аллаға нешара айтпас теріс ұшырап, өздерің білесіңдер кетті. 5 отасы қалды артында. Балдары ақшағын тартып, әйтеуір шүкір. Сол уақытта көмектескен Мұрат ағаға, Базар апаға, Дәмегүлге, Мәрусағылға, қыздарыма алғысым шексіз. Оларға ешқандай не айта алмаймын. Аманшылық болсын, бәріңде осындай тойға жете беріңдерші, Дәмегүл жарым айналайын. Қарашас, сен де үлес қостың сол уақытта. Аманшылық болсын. Құрметті Аралдың қайсар халқы, біздің мына Қуаныш ағаның бүгінгі кешіне көңіліміз толып жинап отырмыз. Мен әкем Қуаныш ағаға сабақ берген болатын. Сол кезде ол кісі келіп, кішкентай жас бала, мына Нұрлыбектің баласындай, үйге келіп, қабырға газетін шығаратын, біз қасында жүгіріп жүретінбіз. Сол Қуаныш аға жаңағы сабаққа келмеген балдарға өлең шығаратын еді. Соны әп-сәтте біз жаттап алатынбыз. Сөйтіп жүргенде Қуаныш аға Қазақстан пионер газетіне де көптеген мақала жазып жүрді. Бір күні біз газетті жібермей оқимыз. Соның бір санына Қуаныш ағаның артекке баратын балалардың тізімінде ат жөні шықты. Сөйтіп жүрді де жаз өтіп кетті. Күзде менің әкем қатты қапаланды. Мына баланы орнына бір үлкен адамның баласы кетіп қалды. Артекке Қуаныш бара алмады деп. Ол жас кезінен сондай танымал болған. Жаңағы сөз беріп, мені елеп атқандарыңызға рахмет. Мен осы балаларға бәріне сабақ болсын деп, Қуаныш ағаның осындай тарихта ізі бар екенін айтып кетіп жатырмын. Оның бер жағында бізді, жастарды ойын сауық қоюға шақыратын еді. Қосшарға, балықшыларға концерт қоюға баратынбыз. Сол кезде қазіргідей гай жоқ. Бәріміз машинаның көзігіне мініп алатынбыз. Сөйтіп, аяғымыздың тоңғанына қарамай, әнді салып, сол талай жерге бардық. Сол Қуаныш аға айтып тастайды. Сол айтқанына қарап біз өкпелеп те қалатынбыз. Жасыратын жоқ, бар уақытта жайдар болып жүрген жоқпыз. Кейде ренжісіп қалатынымызды да еске алып өткенін дұрыс деп ойлаймын. Сол енді одан кейін Нұрлыбекті ерекше айтып кеткім келеді. Алдымыздан кесе өткен жоқ, сондай бір жақсы бала болып өсті. Сөйтіп балаларды өмірге әкелді. Енді Зибагүл апама осылардың рахатын көрсін деп тілеймін. Өстіп ұлыларды, мына жақсы адамдарды ұлықтап жатқан халқымызға, мәдениеттің қызметкерлеріне, ауылдың әкімшілігіне, барлық осы жанашыр адамдарға мен де өзімнің Қуаныштың қарындасы ретінде рахметімді айтамын. Буырқанған көк теңізден нәр алдың, жарық жұлдыз жарқыраған қаламның, сөзің жақып өлместе із қалдырған перзент пейіл қуанышың аралдың. Қайран әкем, қара қызым басқалардан дара қызым деп еркелетуші еді. Осы сөзді естімегелі 21 жыл. Әке ұстаз мәңгілік сағынышым, перзенттің әке алдындағы парызы ұрпақ жалғастыру және игі істерді орындау деп білемін. Марқұм әкемнің арманы көп еді. Сол армандарын орындау менің перзенттік парызым деп түсінемін. Әкем Қуаныш айтыскер ақын, тілші, жазушы. Ол өте адал, парасатты және де өз ортасында беделді жан бола білді. Әрбір ісіне тиянақты, жауапкершілікпен қарайтын, бастаған ісін аяқтауға тырысатын. Ол қарапайым да өткір, өжет мінезді болатын. Сол өжет, өткір мінезі маған көбірек дарыса керек. Әкем өте шыншыл адам. Турасын айтып туғанына жақпаса да, өзінің ойын ашық айтатын еді. Өзінің туған ауылы Шөмішкөл халқының қуаныш тілегін, мұң мұқтажын ауданға, облысқа,
Ол өзінің азғантай ғұмырында біздерге қамқор, үлгілі, парасатты, қайталанбас тұлға бейнесінде қала берді. Мен әлі де жүре бермедім, кім білсін, ескіріп, өшіріліп бара жатқан өлеңдер жинағын көріп, бір сәт ұйқымнан шошып оянғандай болдым. Жоқ, менің әкем бұл өлеңдерді жазбайды, еңбегі еш кетпесін деп, мәдениет саласындағы 30 жылдық еңбегі еш кетпесін деп, қолымнан келгенше жинақтауға тырыстым. Ең болмаса, өзінің жақсы адам болғанын, дос пен дұшпанды тең көрген, мейірімі шексіз, антқа адал, адамгершілікті биік көрген әкемді келер ұрпаққа шұғылалы өлеңдерін, әкемнің бір сәт ғұмырын естелік ретінде жинай бастадым. Әрбір адам тіршілікте өз басының қамымен жүріп қалады екен. Естеліктерді жинақтау барысында әкемнің жақсы адам екенін дәлелдейтін түрлі естеліктерді көріп бір марқайып қалдым. Иә, әкем шығармашыл, талантты, дарынды адам. Әкемнің жасаған еңбегін бағалайтын, көз көрген мәдениет ардагерлері барда, дос жарандары барда, және туған балалары бар. Көңіліме үлкен қуаныш сыйлайды. Әр естеліктерді естіген сайын бойымды мақтаныш сезімі кернеді. Аллаға шүкір. Мен мақтанатындай әкемнің болғанына шүкіршілік етемін, ағайын. Әке, сіздей әкемнің ұрпағы болғаныма мақтанамын. Иә, әкемді іздеп, қайғырып жүрген кезімізде әкемнің 30 жылдық мәдениет саласындағы еңбегін жалғастырушы ағамыз Нұрлыбектен қапияда айырылып қалдық. Әке жолын 12 жыл атқарған ол арамыздан қапияда кетіп қалды. Содан бұлар көп жыл бойы есеңгіреп, еш жинай алмай қалдық. Аллаға шүкір, қазіргі таңда әкемнен тараған ұл-қыздар өмірде өз орындарын тауып, бақытты ғұмыр кешуде. Ал Нұрлыбек бауырымның балалары атқалын ұстайтын жасқа жетіп, бізді қуантуда. Алла ұзағынан болсыншы, орны бар, оңалар деген осы болады. Әрине, осының бәрі қара шаңырақтағы Абзал анамыздың арқасы деп білемін. Зибагүл анамыз бізге әкенің, ағаның орнын жоқтатпай, әрқашан бізге қорған болып келеді. Ана алдында әрқашан қарыздарымыз. Жазушы, ақын, халқының арқасүйері болған Мартылғалы әкем Қуаныш Қондыбаевтың лирикалы толы өлеңімен қолына қаламды арқау еткен, дәптер бетіне ішкі сырын жинақтап, осы естеліктерді кітап бетіне жариялап, көпшілік қауымға ұсынып отырмыз. Атымені мәдениет сала ардагерлері, сіздерге көптен көп рахмет. Әкемнің көзін көргендер сыйлап келіп жатырсыздар, естеліктеріңізді айтып жатырсыздар. Алла риза болсын сіздерге. Осы әкемнің еске алу кешін ұйымдастыруға мұрындық болған Арал аудандық әкімдігіне, Арал аудандық мәдениет бөліміне, Арал аудандық мәдениет үйіне отбасымыздың атынан алғыс білдіреміз. Алла сыйласын сіздерді. Алла разы болсын сіздерге. Қуаныш Қондыбаев, жарым Зибагүлге әні орындайтын Гүлстан Сатыбаева, қарсы алыңыздар. Neге
Роза Әлхоша қос бәйтерегі мәнімен орындайтын Самал Дінжанова қарсы алыңыздар. Ағалар есімін ардақтап, рух ұлағатын бүгінге баян қылу, есте қалдыру міндетіміз бола бермек. Кешке қатысып, ұлағатымызды бірге ұлықтағандарыңыз үшін сіздерге мыңда бір рахмет. Қош сау болыңыздар. Құрметті жиылған қауым, сіздерді орталық мешіт асханасында берілетін асқа шақырамыз.